Kani açma. Ay. Selam dostlar. Selam dostlar. Sizler Hadisha Hafiza kanalındasızlar. Biz және challenge ұйымдастырамыз, ya? Балалармен. Қалай қандай видео түсірсек пайдалы боламыз деп ойлана келге түсірген видеомыз. Қолдап кетулеріңізді сұраймыз. Дәл осының ішінде айтылған сұрақтарға да жауап берілген жауаптарды да жаттап алуларыңызды өтінеміз. Себебі әрбір мұсылманға керек нәрселер. Ал челлендждің шарты қандай? Бұл жерде діни сұрақтардың бәрін мен қойып қойдым. Біраз діни сұрақтар қойдым. Балалар білу керек деген. Соны балалар білсе жауабын береді. Білмесе, анау васаби, чеснок, лайм және горчица қойып қойдым. Содан бір жейді. Білмегендер жаза ретінде. Ал білетіндерге ең соңында есептеп, кім ұтса, соған 5000 теңге беремін. Бірінші Хатиша алады. Бисмилля. Бисмилля. Ала ғой. Ислам алады. Енді Айнара алады. Бисмилля. Алдыңдар ма? Иә. Салауат қалай айтылады? Айта ғой. Аллахумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. Молодец. Енді хадис дін ислам. Мұсылман. Альхамдулилля мұсылман. Машалла. Енді Айнара. Сен кімнің ұрпағысың? Кімнің ұрпағысың? Адам ата. Адам атаның ұрпағы. Молодцы. Машалла. Ал Хадиша? Енді дін ислам ал. Дін ислам алады. Одан кейін Айнара алады. Жаныкі Айнара не деген? Пайғамбарың кім? Кім пайғамбарың? Қолында? Кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Молодец, машалла. Мұсылман адам қандай болу керек? Қандай болу керек мұсылман адам? Мұсылман адам өте жақсы болу керек. Айналасындағыларына зиянын тигізбеу керек, я? Тек жақсы адам болу керек, я? Адам жақсы адам болу керек. Қара енді сен. Кәлима қайтар. Кәлимаңды қайтар. Ла илаха илаллах Мухаммаду расулаллах. Я, ал және шахадасы бар, кәлиманың шахадасы бар. Ашхаду ан ла илаха илаллах ва ашхаду анна Мухаммада абдуху расулуллах. Ислам табалмады, енді дін ислам жазаланады. Айнара Хадиша не жесін дін ислам? Горчица. Чеснок, горчица. Қайсысын айтыңдар? Горчица. Хадиша не дейсің? Жоқ, чеснок дейді. Чеснок пен горчица. Жоқ, бұл тезетіңдер. Горчица. Давай, горчица, давай. Давай. Ал горчица же. 1, 2, 3. Хадиша қайтадан бастайды. Анау дейді. Алып бер. Енді дін ислам ал. Енді Айнара аламыз. Бисмилля. Хадишаныкін оқып бер, Айнара. Раббың кім? Раббың кім? Раббың кім? Алла Раббысы. Дін ислам сенікі ше? Қандай адам байда жақсы адам бола алады? Қандай адам? Жақсы да, бай адам да бола алады. Адамдарға көмектесетін. Сосын. Содан кейін мейірімді. Бүкіл адамдарға жақсы сөйлесетін. Міне қара, қандай адам, мысал үшінге, адам бай болу үшін да, жақсы адам болу үшін да тек ойы жақсы болу керек. Әрбір нәрседен жақсы нәрсені ойлау керек, жаман нәрсені ойламау керек. Сонда ойлау, самый главный ой. Жақсы ойлаған адам жақсы болады, я? Енді Айнара. Орыстардың құдайымыз деп жүрген Иисус кім? Кім? Иса алейхиссалам. Молодец. Біздің Иса пайғамбар. Пайғамбарымыз, я? Орыстардың Иисус Христос деп жүргені біздің пайғамбарымыз Иса алейхиссалам, я? Ислам енді дұрыстау жауап бермеді. Енді не жейсің? Не жейді? Енді чеснок жейсің, бағана Хадишаның айтқан. Чеснок же. Екеу. Біреу ашы ғой, ыңғай ашы жей бере ма? Су іш. Дін исламға вообще ашы не дейсің? Давай. Енді Айнара. Жоқ, Хадиша алады. Хадиша ал, Хадиша қасындағыларын ала береді.
Хадишанкін оқып беріңдер. Жоқ, бірінші Денислам, Айнара алыңдар, сосын барып оқып береді. Енді Айнара ал. Айнара. Айнара оқып бер Хадишаға. Ең бірінші, екінші, үшінші кімді жақсы көресің? Ең бірінші кімді жақсы көресің? Алла. Екінші? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Үшінші? Өзімді. Төртінші? Әкемді. Бесінші? Сізді. Алтыншы? Бауырларыңды, иә? Бауырларын, молодец, машаллах. Енді Денислам. Жаман ой ойлауға бола ма? Бола ма мұсылман адамға жаман ой ойлауға? Болмайды, иә? Тек қана жақсы ой ойлау керек. Молодец, машаллах. Енді Айнара. Оразаны қай айда ұстаймыз? Оразаны қай айда ұстайсың? Рамазан айы. Рамазан айында, иә? Молодцы, машаллах. Енді Хадиша. Енді Денислам ал. Сосын Айнара ал. Сен Хадишаға оқып бер. Кәусар сүресін айт. Кәусар сүресін айт. Білесің ба? Қандай? Эғузу биллахи мина шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Инна тойна кел кәусар. Фасолли ли раббика ванхар. Инна шания хуал абтар. Аха, молодцы. Хадиша жазаланасың сен, иә? Машаллах, дұрыс. Енді Хадиша жазаланады. Денислам, сен айт. Алланың неше көркем есімі бар? Қандай? Молодец, машаллах. Енді Айнара сен? Дінің не? Ислам. Ислам. Бізде Хадиша мен Денислам жеңіліп жатыр, иә? Ойындайсыңдар ғой. Енді Хадиша не істе? Же бірдеме. Горчица жемейді Хадиша. Бағана жылап қалды горчицадан. Лайым жейді. Давай, лайм же. Кішкене бір тістесең де. Давай, бір, екі, үш. Кәне, ашла. Қайте ал. Енді, Денис, Хадиша ал. Қазір кәдімгі сұрақтар усложненный болып бара жатыр. Енді Денислам ал. Бисмилля. Ал, Хадишаныкін оқып бер, Айнара. Айт. Бес парызды ата. Бес парызды білмейді Хадиша, я точно білмейсің, я? Бес парызды, одан кейін кім айтады бес парызды? Айта. Біріншісі калима шахадат, екіншісі намаз оқу. Шахадат деген не? Шахадат ашхаду ла илляха иллаллах, ва ашхаду анна абдуху расулаллах. Аха. Екіншісі намаз оқу. Бес уақыт намаз оқу, я? Бес уақыт намаз оқу. Үшіншісі зекет беру. Зекет беру өмірінде бір рет қажылыққа бару. Сосын? Сосын Садақа беру. Балалар жаттап алыңдар, жарай ма? Енді Денислам. Мұсылман адам ата-анасын сыйлауға Сыйламауға бола ма? бола ма? Бола ма? жоқ. Мұсылман адам әр қашанда ата-анасын Алладан Ата-анасын тыңдап, сыйлап, мейірімді жүру керек. Аха. Енді Айнара? Фатиха сүресі. Айт. Бисми аузу биллахи мина шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi waladdallin. Әмин. Мен кішкентай кезімнен сүрелерді білемін. Хадиша жазаланады. Хадиша бірдеме жейсің. Не жейсің? Чеснок. Жоқ, чеснок керек емес. Чеснок жейсің ба? Васаби жейсің ба? Кішкене васаби. Лайм жейсің ба? Лайм жейсінші, Хадиша кішкентай ғой. Лайм жейсің, лайм. Отыр Хадиша. Хадиша үстіндегі коромиін тастамайды, потому что соны қатты жақсы көреді. Короми кофтасын тастамайды әр видеода. Енді же. Су бер. Сумен ішіп берсін. Хадиша, сен бер Айнараға. Су ішіп болғанда не деп айтасың? Альхамдулилля. Жерден алдын не дейсің? Бисмилля. Бисмилля. Енді Денислам. Молодцы, машаллах. Қасиетті кітабың не?
Убай Құран кітап. Құран кітап, қасиетті Құран кітап, иә? Садақа дегенimiz не? Садақа дегенimiz ол жағдайы жоқ адамдарға берілетін. Жоқ, садақа деген тек ақшадан тұрмайды. Сенің күліп жүруің садақа. Бір мұсылманға бірдемесі кетіп бара жатқан кезде бірдемесін көтеріп жіберсең сумкасын, сол садақа. Біреуге автобуста орын беруде садақа, иә? Білім алуда садақа, ұмытпаңдар. Жауабымыз бітті. Қалай, сендерге ұнады ма челлендж? Тәтем енді не дұрыслай не жер айтпақшы. Неге? Өткен дұрыс жауап берген жоқ. Дұрыс қой. Дұрыс. Білмеймін. Вот, болды онда білмесең садақаны. Ең оңай нәрсе негізі. Ақша да беріледі, біреуге күліп жүруде садақа екенін ұмытпайсыңдар. Значит, айтылмаған білу керек соны. Сендер біліп жүрсін деп специально не істеп. Тәтеме действовать етеді, тек қана маған. Болды балалар. Енді бізде Айнара жеңіске жетті. 5000 теңгенің иесі. Біздің челленджіміз ұнаса, комментарий қалдырып кетіңдер. Ұнаватса лайк басып, достарыңа жіберіп, біздің каналымыздың дамуына үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймыз. Кішкене болса да пайдамыз тисе, біз өте қуаныштымыз, иә? Біз жайдан жай жүрмей, адам баласы бір-біріне көмектесіп, пайдасын тигізіп жүргені жақсы. Зияны тиетін болса, одан ештеңе істемей қойған жақсы, зияны тигізбей, иә? Ал енді біздің парақшамызға жазылып, айта ғой, Хадиша. Лайк, комментарий, подписка. Всем пока!